Сәлем достар, бүгін сіздермен тәп-тәттім. Бүгін біз бауырдан жасалатын тағам түрін таныстырамыз. Бізге керек нәрсе пияз, көп жерлерде жусай дейді. Пиязды жақсылап турап аламыз. 2 данасын алсаңыздар болады. 400 грамм бауыр, 2 штук пияз жетеді. Менде гарнирге күріш гарнирі пісірген отдельно YouTube видео бар. Бауырды аламыз, осылай турап жалпақ. Әркімге өзіне ұнаған, мен осылай жалпақ қылып тураймын. Бауырды турап, оны ұнға араластырып, аунатып қуырамыз. Ұнға аунатып қуырған кезде бұның суы өте қою дәмді болады. Осылай кәдімгі балық қуырғандай осылай қуырып аламыз, жақсылап. Кәдімгі табаға майымызды қыздырып құйып, осылай қуырылған шетке қарай жинай береміз. Бір шетке келесіздерін қуыра бересіздер. Осылай жақсылап қызартып қуырып аламыз. Сосын бағанағы бірінші тураған пиязымызды алып, тұз себеміз. Сосын пиязымызды алып, пиязымызды үстіне себеміз. Өстіп 4-5 қызған пеште градуста 5 минут ұстаймыз. 5 минуттан кейін біздің пиязымыз өледі. Пиязымыз өлгесін жақсылап бір араластырып қуырып аламыз. Пиязымыз қызарғанша қуырамыз. Сосын үстінен бір бокал суымызды құямыз. Жаңағы тұз салғанбыз. Сосын 15-20 минутқа қайнатып қоямыз. 15-20 минут қайнағаннан кейін дайын гарниріміздің қасынан бауырымызды салып жесек болады. Гарнирдің қасына салсаңыздар да болады, жоқ бауырдың өзін ғана жесеңіздер де болады. Өте дәмді, әрі жеңіл, әрі дәруменге толы тағам. Тағамдарым ұнаса лайк басып, каналыма жазылып кетіңіздер. Сіздермен болған тәп-тәттім. Рахмет, ас болсын.